Өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін волонтерлардың қатары жыл санап артып келеді. Бүгінде әлем халқының 970 миллионы волонтер болса, оның ішінде әрбір 8-ші қазақстандық еріктілер қатарында. Жамбылдық жастар да бұл тізімді толықтыруда. Әсіресе биыл волонтерлар жылында игі бастамалармен көпті қуантамыз деп отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылды волонтерлар жылы деп жариялады. Бұған әсіресе жастар қуанды. Өйткені мұқтаж жандарға көмек көрсету түрлі жобаларды жүзеге асыру үшін мемлекеттен де көмек көрсетіледі. Айтулы жылдың басталғанына көп болмаса да өңірлік еріктілер игі істердің басы қасында жүр. Ал бұл жолы танымал тұлғалар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға ат басын бұрды. Жаңа туған сәбиді қырқынан шығару рәсіміне қатысып, жас ананың қуанышына ортақтасты. Гүлжан аяулы кішкентай ананың екінші қызы осыдан 40 шақты күн бұрын, 1,5 ай күн бұрын дүниеге келген болатын. Сол қызымызды қырқынан шығардық. Қазақтың ең ұлы рәсімінің біреуі, барлық ақ бата аяулы тілектердің бәрі бүгін мынау жадырап тұрған күн сияқты Гүлжанның шаңырағына жауды деп ойлаймын. Сондықтан Құдайдың көзі тура болсын, барлық тілектерді, баталарды Алла қабыл қылады. Қайырымды жандар құралақан келмепті. Азық түлік толы сөмкесімен бүлдіршінге базарлықтарымен жас ананың жүзіне қуаныш ұялатты. Еріктілер болса, игі істер мұнымен топтақ қалмайды. Берекелі бастамалар арқылы халыққа көмек қолын созуға әрқашан дайынбыз дейді. Біз әрі қарайда осылай жағдай жоқ отбасыларға және көп балалы аналарға, жалғызбасты аналарға осылай көмек беруді жалғастырамыз. Өзімізге осы жұмыс ұнайды. Осыдан әрі қарайда волонтер болуды жалғастырамыз. Еріктілер жылында мен барлығына айтарым, ерікті болуды қолдаймын. Себебі ерікті болған ол үлкенге де кішіге де пайдалы. Ерікті болу ерлікпен тең. Еріктілердің ерен еңбегі ақталып, азаматтық қоғам дамуына белсенділік жаңа деңгейіне көтерілетініне сенім мол дейді зиялылар. Санат Аралбек, Шыңғысхан Кеңесхан, Жеті News.